Қымыжыға байланысты марафонды өтіп жүрген кезде бір ұстаздың комментарий бөлімінде жазған пікірі мені қатты таңғалдырды. Ол кісі былай деп жазыпты: осыған дейін қысқа мерзімді жоспардың соншама күрделі болатынын мен білмеппін. Тіпті бұл кішігірім ғылым ғой депті. Иә, бұл қысқа мерзімді жоспардың маманы ретінде мен ол кісімен толықтай келісемін, ол факт. Қысқа мерзімді жоспарды жасау үшін ұстаздың шеберлігі мен оның шығармашылығы қажет болады. Бұл шынымен де кішігірім ғылым. Бірақ сіздер біліңіздер, кез келген проблеманың шешу жолы бар емес па? Сондықтан бүгін сіздерге қысқа мерзімді жоспарды тез, оңай жасаудың жолын және сол жерде ескерілетін негізгі ең басты 5 фактіні немесе қағиданы айтатын боламын. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен, Ұстаз тілегі ғылыми-әдістемелік орталығының сарапшысы Рахымбаев Айдын. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі түсірілімде сіздермен бірге сабақ мақсатын қалай құрамыз, саралап қалай оқытамыз, оқу тапсырмаларын қалайса жүйелеуге болады және ынтымақтастық атмосферасын қалай құратымыз жайында әңгіме қылатын боламыз. Бірінші қағида: ең алдымен сіз қымыжыда сабақ мақсатын дұрыс құру керексіз. Сабақ мақсатын дұрыс құру – ол сіздің сабақ мақсатыңызға жетудің 50% кепілдігі. Сондықтан қалғаны сіздің сабақ мақсатынан кейінгі оқу құрылымына байланысты болады. Егер сіз қымыжыны енді жасап жүрген болсаңыз, онда сабақ мақсатында берілген барлығы, көпшілігі, кейбірі деген оқу деңгейлерінің барлығын жүзеге асырып қажет емес. Сізге ең бірінші стандартты берілген барлығы деңгейін, яғни білу, түсіну деңгейін жүзеге асыруыңыз ең басты мақсатыңыз болып табылады. Сондықтан осыны ескеріңіз. Енді сіз ашық сабақ кезінде бұның үшеуінде жүзеге асыруыңызға тура келеді. Себебі ашық сабақ деген сіздің шеберлігіңізді, өнеріңізді, барлық потенциалыңызды көрсететін сәт. Сондықтан ашық сабақ кезінде 3 деңгейде де жүзеге асыруыңызға міндеттісіз. Екінші қағида: саралап оқыту. Саралап оқыту кезінде сіз алдыңызда отырған оқушының мүмкіндіктері мен мүддесін, қабілеті мен қызығушылықтарын, ерекшеліктерін ескеру керексіз. Мысалы, ресурстарды беру кезінде қандай қызығушылықтары бар, немесе дерек көздерді алған кезде, немесе тапсырма берген кезде, құрған кезде ерекшеліктер мен мүдделерін ескеріп оқыту керексіз. Мысалы айталық, осының ішінде уақытты ескеру бар. Егер сіз саралау кезінде уақытты ескермейтін болсаңыз, онда сабақты қорытындылап, немесе бағалап үлгермейтін боласыз. Осы сияқты кедергілер көптеп кездеседі. Сондықтан саралау дегеніміз бұл оқушының барлық мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін, ерекшеліктерін ескеріп оқыту деген сөз. Үшінші қағида: бағалау критерияларын тапсырмалармен байланыстыру. Бұл кезде нені ескеру керек? Ең бірінші алгоритм. Ең бірінші бағалау критериялары, одан кейін барып дескриптор, одан кейін барып тапсырма құрайсыз. Ешқашанда тапсырманы бірінші құрмаңыз. Осы алгоритм бойынша жүрсеңіз, сонда бір-бірімен сабақтасы байланысатын болады. Сондықтан ең бірінші бағалау критерия, одан кейін дескриптор, одан кейін барып тапсырманы құруды ұмытпаңыз. Енді тағы бір ескеретін дүние: әрқашанда тапсырманы орындайтын кезде бағалау критериясы мен дескрипторге үңілуді ұмытпаңыз. Міне осы үшінші қағида болып табылады. Төртінші қағида: тапсырмаларға қажетті әдіс-тәсілдерді жүйелеу. Бұл не үшін қажет? Сіз кез келген тапсырманы орындату кезінде әдіс-тәсілді қолданасыз. Солай емес пе? Енді біз әдіс-тәсілдерді не істейміз? Мына өздеріңіз көріп отырғандағыдай, ең бірінші белгілі бір шаблонға салып, жүйелеп алу керекпіз. Бұл сіздің сабақ өнімділігіңізді 2 есе арттырады. Яғни сіз тапсырманы қай жерден, қай кезде алатыныңызды біліп отырасыз. Сондықтан ең бірінші әдіс-тәсілдерің шашырап жатпас үшін жүйелеп алғаныңыз дұрыс. Бесінші қағида: сіз ең алдымен оқушылармен ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру керексіз. Сыныпқа кірген кезде ең бірінші оқушы жақсы көңіл күйде болу керек. Ынтымақтастық атмосферасын орнату үшін Джон Дьюи раппорт әдісін қолдануды ұсынады. Ол сізді физикалық тұрғыда емес, ментальды тұрғыда, яғни оқушының ортасына кіру үшін көмектеседі. Ол үшін алдымен сіз қандай да бір анекдот, қызықты әңгіме, немесе бір ситуацияны айтып өту керексіз. Осы оқушылардың сенімділігін арттырады да сіздің ары қарай жұмыс жасауыңызды жеңілдетеді.
Құрметті ұстаздар, міне жаңа ғана сіздер қысқа мерзімді жоспарды жасау кезіндегі негізгі 5 қағидамен таныс болдыңыздар. Естеріңізде болсын, ең жақсы жоспар ол жүзеге асырылған жоспар. Сондықтан сабақ мақсатына негізделген жоспардан артық жоспар болмайды. Жоғарыда айтылған бір әріптесіміздің бір комментарийі осы видеоны түсіруге себепкер болды. Мүмкін келесі видеоның түсірілімінің себепкері сіз болатын шығарсыз. Сондықтан комментарий бөліміне өзіңіздің ой пікіріңізді айтыңыз. Ол арқылы біз сіздермен кері байланыс жасай отырып, ары қарай қалай жылжу керек, немен жұмыс жасау керектігімізді біліп отыратын боламыз. Әрине, мына қысқа видеода КМЖ-ға байланысты барлық ақпараттарды білу мүмкін емес. Сондықтан, егер сіз толығырақ білгіңіз келсе, Ұстаз Тілегі YouTube каналына жазылыңыз. Сол жерде біздің өтілген тегін марафондарымыз КМЖ-ға байланысты барлық ақпараттарды бере алады. Сіздермен болған Рахымбаев Айдын, қош, сау болыңыздар.